Осы видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Мүмкін осы видео сіздің балаңызды құтқарып қалар. Бұл оқиға көрші мемлекетте болған. Шамамен 3-4 оқитын сынып оқушысын бейтаныс жігіт адам ұрлап кетейін деді. Бұл жерде қарасаңыздар, баланың реакциясы баланы құтқарды. Бұнда қандай реакция болды? Айқайлау реакциясы болды. Бірақ көп балаларда бұндай реакция өкінішке орай болмайды. Балаларда көбінесе қысылып қалу, үндемей қалу. Қысылып қалу, үндемей қалу бұл уақыт ұрыларға жеткілікті уақыт баланы ұрлап кетуге. Сол үшін қандай кеңес береміз? Дұрыс реакция шығару үшін мынандай сценарияларды ойнатыңыздар. Әрбір сценарияда балаңызды артынан ұстап, алдынан ұстап, осы жерде сен айғайлау керексің деп. Мүмкін ол күлкінішті болады, ол түсініп тұрады, менің мамам, мынау әкем, ағам дегендей. Бірақ осылай ойнап, сценарияларды жасаған сайын балада түп санасына қалып қалады. Осындай кезде мен айқайлау керекпін. Дұрыс реакция баланы құтқару мүмкін. Үйретіңіздер. Бала оны ойнау түрде ма, қалай болса да түп санасына қалып қалады. Бәріне кеңес берем. Үйлеріңізде балаларыңызбен практика жүзінде жасап көріңіздер.